Баршаңызға сәлем, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздерге әдеттегідей свеклодан дәмді салаттың рецептін көрсететін болам. Құрамы өте жеңіл, қарапайым және дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен свекломызды сыртын ашып, жақсылап жуып алып, бір ыдысқа төгілеміз. Төгілгенде шамалы күш керек болады. Күштеріңізді салып, жақсылап төгілгенін өткізіп аламыз. Осылай майда қылып төгілгенін өткізіп алдым. Енді үстіне тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз және кориандр саламыз, қызыл бұрышымызды саламыз. Уксустан 9% құямыз, көп құйып жібермеңіздер. Және чеснок саламыз. Алдын ала жуамызды турап, сұйық майға әбден қызарғанша қуырып аламыз. Жуасын қоспаймыз, тек сұйық майын ғана құятын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Қатты күш салудың қажеті жоқ. Және холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде дәмі күшті болып шығады. Барлығы бір-біріне сіңіп тұрады. Біздің салатымыз дайын болды. Енді дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Видео сіздерге ұнаса және жасап көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.